Біз отбасымызда ешкімді дұрыс тамақтануға мәжбүрлемейміз. Кейде балаларымыз айтқан сөзімізге құлақ аспайды. Бірақ олар біздің не істеп жүргенімізді күнде көреді. Мен өз балаларыма дұрыс тамақтанудың қарапайым ережелерін сақтауды үйреттім. Ұйқыңнан тұра сала су іш. Таңғы астан бас тартпа. Тәрелкеңнің тең жартысы жеміс-жидекке толып тұрсын. Тұзды, қантты аз тұтын. Қуырған тамақты жеуді азайт. Газды суды емес, жай суды іш. Тамақтану режимін сақта. Арасында не жесең де қарапайым әрі пайдалы нәрсе жеуің керек. Не жеп отырғаныңды білу үшін оның жапсырмасына қарауды ұмытпа. Тамақтанып отырғанда гаджетіңе емес, өзіңе, отбасыңа көңіл бөл. Денімізге саулық, бойымызға күш беретін тағамдарды ғана жеуді әдетке айналдырайық.